Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс апта жаңалықтар легін ұсынамыз. 15 қаңтарда Непалда ұшақ апаты болып, салдарынан ішіндегі барлық адам 69 жолаушы, 4 экипаж мүшесі қаза тапты. Қайғылы оқиғадан кейін желіде Nepal Airlines ұшағының қаза тапқан жолаушысының Facebook'тегі тікелей эфирінің үзіндісі тарады. Ол бейнеден ұшақтың құлаған сәтін көруге болады. Желіде Непалдағы құлаған ұшақтың салонынан бейнелер таратылды. Жолаушылардың бірі Facebook'те тікелей эфир түсіріп, қайғылы оқиға көрінісі желіде сақталған. Үндістандық Сону Джайсвал есімді 35 жастағы ер адамның тікелей эфирінде ET Airlines авиакомпаниясының апатқа ұшыраған сәт сақталды. Ер адам қаза тапты. Ер адам өзінің айналасындағы жолаушыларды және терезеден көріністі видеоға түсірген. Кадрларда ұшақтың төмендей бастағанын көруге болады. Барлық жолаушылар жақсы көңіл күйде болған. Кенеттен айқай естіліп, бәрі қараңғыланады. Видео соңында от, металл құрылымының сынықтары және сықырлаған дауыстар шығады. Авиация басқармасының мәлімдеуінше, апатқа ұшақтың техникалық ақауы себеп болған. Ауа райында ешқандай олқылық болған жоқ. Ұшақтың техникалық себептермен құлағаны туралы алдын ала ақпарат келді. Ұшақ жерге құламай тұрып өрт шыққан, деді Непалдың азаматтық авиация басқармасының өкілі Гянендра Бухул. Жолаушылар арасында Непал, Үндістан, Корея, Англия, Франция, Аргентина тұрғындары, сондай-ақ 4 ресейлік бар. Ресей азаматы Елена Бандура кейінгі уақытта Қазақстанда тұрып, сәби күтіп жүрген. Төтенше жағдайдың себептерін арнайы комиссия белгілейді. Непал үкіметі бір күндік ұлттық аза тұтуды жариялады. Украинаның Киев облысында Бровары қаласында 18 қаңтар таңертең балабақша маңына тікұшақ құлады. Ғимаратта өрт басталған. Әзірге толық емес мәлімет бойынша 18 адам қаза болған, 2 бала. Украина телеграм арналары ұлттық полиция жетекшісі Игор Клименкоға сүйене отырып, тікұшақта ішкі істер министрін есептегенде барлығы 9 адам болғанын хабарлады. Украина ішкі істер министрі Денис Монастырский мен бірінші орынбасары Евгений Енин қаза болған. Киев облысы әкімшілігінің жетекшісі Алексей Кулебанның айтуынша, тікұшақ балабақша мен тұрғын үй арасында құлаған. Кей ақпаратқа қарағанда, тікұшақтың бір бөлігі балабақша аумағына құлаған. Машинаның басым бөлігі үй маңындағы аумақта қираған. Балабақшада балалар мен тәрбиешілер болған, олар эвакуацияланған. Тікұшақтың құлауына не себеп болғаны айтылған жоқ. 9 ай бұрын азық-түліктің қымбаттауына байланысты Қазақ Ньюс тілшілері базарға барып, сатушылар мен тұтынушылардан пікір алған еді. Ал бүгін жаңа Қазақстанда азық-түлік бағасы өзгерді ме? Бұл сұрақтың жауабын келесі сюжеттен көре аласыздар. Қазақстанда 2022 жылдың басынан бері әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдері 21,3% қымбаттаған. 2021 жылмен салыстырғанда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағасы 20,8%-ға өскен. Бұл жөнінде ұлттық статистика бюросы хабарлады. Ал қазір 2023 жылы қаңтар айында қандай да бір өзгеріс болмаған, сатушылар мен тұтынушылардың пікірінен білуге болады. Да, есть подорожание. Да. Ну, молоко, сметана очень подорожала. Сметана, творог, ну, хлеб, я не могу сказать, хлеб не беру. А вот сметана, творог очень подорожала. А вы только что купили продукты, да? Конфеты. А, конфеты? Да. А за сколько вы купили конфеты? Килограмм? Килограмм. В общем, я взяла 1,5 килограмма разных конфет на 3000. Без 20%. Жена занимается этим, я особо не замечаю, честно. Күннен-күнге қымбат болып жатыр. Зелендер страшный. Помидор, огурцы жоқ. Потому что бәрі жерде қар басып қалған. Сарыағаш ауылдан өзімнің огородымда теплицам бар. 50 сотық, соны жартысını қар басып қалған. Астында помидоры бар еді. Ішінде зелені бар еді, жоқ мысалы. Күніге әр түрлі болады. Әр түрлі вообще қымбатшылық это ужасно. Мына государствоға жараспайды мынандай неште. Кейбір адамдар бечелерін еш нәрсесі де жоқ. Ашынан өлсін бе? Вообще совестері жоқ мына. Я не знаю, это государство что делает. Инфляция мәселесі үкімет отырысында бірнеше рет көтерілді. Бұған дейін премьер-министр Әлихан Смайылов азық-түлік инфляциясының 20,5%-ға жетуін сынап, мемлекеттік органдардың азық-түлік бағасын тұрақтандыру міндетін орындауына қатысты сұрақтар бар деп мәлімдеген. 19 қаңтарда президент Қасым-Жомарт Тоқаев мәжіліс депутаттарының кезектен тыс сайлауы туралы жарлыққа қол қойды. 19 қаңтарда президент Қасым-Жомарт Тоқаев мәжіліс және сенат төрағалар премьер-министр мен мәжілісті тарату және мәслихат өкілетін мерзімнен бұрын тоқтату жөнінде кеңес өткізді. Бұл жөнінде Ақорда баспасөз қызметі хабарлады. Мен қыркүйектегі жолдауымда алда тұрған сайлау науқандары туралы айттым. Соған сәйкес өткен жылдың қараша айында кезектен тыс президент сайлауы өтті. Жуырда сенат депутаттарының бір бөлігі сайланды. Енді мәжіліс пен мәслихат сайлауын өткізуіміз керек, дейді президент.
Ақпараттар легі осы. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақnews.kz сайтынан оқи аласыз. Келесі жүздескенше.